Армысыз, құрметті көрермен, эфирде көршінің қызы. Жайғасып отырыңыз. Бүгінгі жаңалықтарды бірге талқылайық. Ойбай, ұшақта әзіл айтпай аман есен діттеген жерге жетіп алыңыз. Бір жолаушы әзілдеймін деп рейстен түсірілді. Оқиға Астана халықаралық әуежайында 28 ақпан күні болған. Эйр Астана әуе компаниясының Астана-Алматы бағыты бойынша ұшар алдында қызметкерлер жолаушыдан тыйым салынған заттардың бар жоғын сұрағанда ол қалжың ретінде күмән тудыратын жауап берген. Нәтижесінде қауіпсіздік хаттамалары бірден іске қосылып, оқиғаға авиациялық қауіпсіздік қызметі мен полиция да кіріскен. Тексеру барысында нақты қауіп анықталмағанымен жолаушы рейстен түсірілді, әкімшілік жауапкершілікке тартылды және оған айыппұл салынды. Өзіммен бомба бар деген жолаушы Алматылық Қайрат клубының дәрігері болып шықты. Әуежай өкілдері ескерткендей, мұндай әзілдер қауіп ретінде бағаланады және заң бойынша жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Дубайға қыдырамын, демаламын деп барғандар елге қайта алмай отыр. Таяу шығыстағы жағдайдың ушығуына байланысты Дубай қаласында жүздеген қазақстандық қалып қойған. Олар елге оралуды асыға күтуде. Алдын ала мәлімет бойынша ұшуы тиіс жолаушылар уақытша қонақ үйлерге орналастырылған. Алайда Эйр Астана әуе компаниясы олардың тұру шығындарын толық өтеуге дайын емес екенін мәлімдеді. Ал Қазақстанның шетелдегі өкілі азаматтарға уақытша қаржылық көмек ретінде таныстарынан қарыз алуды немесе несие рәсімдеуді ұсынды. Қазіргі таңда дипломаттар ел азаматтарының нақты тізімін жинап жатыр. Туроператор арқылы барғандардың шығыны сол компаниялар өтеуі мүмкін. Ал жеке барғандарға қонақ үйлер тарапынан жеңілдіктер қарастырылуда. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктері билігі шығындарды өтеуге дайын екенін білдірген. Қазақстан тарапы бұл мәселені жоғары деңгейде көтеріп, азаматтарға қолдау көрсету жолдарын қарастыруда. Ой, бүгінде үй алу да немесе жалдау да тым қымбат. Пәтер бағасы шарықтап барады. Бағаның өсуіне құн салығының көтерілуі, зейнетақы қоры арқылы алынатын қаражат, жалпы инфляция әсер еткен. Пәтер алу арман боларлық қалалар тізімінде Алматы көш бастап тұр. Мұнда жаңа үйлер бір жылда 24%-ға өскен. Одан кейін Павлодар, Ақтөбе, Астана, Шымкент бар. Үйді жалға алу да арзан емес. Жалпы ел бойынша жалдау ақысы 12,5%-ға өскен. Рекордтық өсім Павлодар, Петропавл, Ақтөбе қалаларынан байқалады. Бүгінгінің балалары мектепте диктант жазып, бақылау тапсырмайды. Мұғалім диктантты оқып, оны сыныптағы 30 бала бірдей жазып, кейін оны қызыл қаламмен тексерудің өзі бір ерекшелігі ғой. Ал жаңа ұрпақ мектепте БЖБ, ТЖБ дегендер тапсырады. Ол 90-дық жиынтық бағалау. Қазақстанның оқу-ағарту министрлігінде БЖБ мен ТЖБ өткізу форматын қайта қарау үшін білім беру саласының сарапшыларынан тұратын жұмыс тобы құрылды. Орысша айтқанда сор, мұғалімдердің соры ма, әлде диктант пен бақылаудан тиімді ме? Министрліктің мәліметінше, қолданыстағы бағалау жүйесі объективтілік пен әділдік қағидаттарына негізделген. Қазіргі оқу жылында БЖБ мен ТЖБ-ны бағалау жүйесінен алып тастау мәселесі қарастырылып жатқан жоқ. Дегенмен БЖБ мен ТЖБ өткізу форматын қайта қарау үшін министрлік жанынан жұмыс тобы құрылған. Оның құрамына білім саласының мамандары, ғалымдар және қоғам өкілдері енген. Жаңа ай, жаңа шығындар. Наурыз келді, енді тағы шығындар артты. Осы ай пәтер ақысын төлеп, азық-түлік құнын қарау керек. Бірге есептеп көрейік. Ең алғашқысы пәтер құны. Қалада жаңа айтқанымыздай пәтер жалдау не ипотека төлеу бағасы шарықтап тұр. Пәтерге 200 мың теңге, коммуналдық қызметтер құны шамамен 20 мың теңге, ең қажетті деген азық-түлік бағасы нан, картоп, сәбіз сынды аса қажет тағамдар бағасы деп 50 мың теңгені бөліп қояйық. Ай сайынғы тариф құны 10 мың теңгеге жуық. Қоғамдық көлікте бір ай бойы қатынасаң 5 мың теңге деп есептейік. Несиесіз қазақ болсын ба? Оны да төлеу керек. Несие, қыдыру, достармен бас қосу және жаңа киім-кешекті есептемегенде бір айда бір адамның шығыны 300 мыңға таяп қалады. Бір ай өмір сүру үшін кемі 300 мыңнан көп табу керек. Ал сіздің жалақыңыз қанша және жалақыңыз бен шығыныңыз сай келе ме? Пікірге жаза кетіңіз, бірге талқылайық. Көршінің қызы бүгінгі әңгімесін аяқтады. Арнаға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз.